Қайырлы күн, бүгін сіздермен өте дәмді, өте нәзік болып шығатын сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Бұл бір жасағаннан шығады, міндетті түрде. Үй іштеріңізді менімен бірге жасап қуантыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 250 грамм мөлшерінде ұнымызды саламыз. 100 грамм мөлшерінде үстіне қант саламыз. 9-10 грамм мөлшерінде қопсытқыш. Қопсытқышымызды салып, осы құрғақ массамыздың үстіне сары май саламыз. Сары майды алдын ала теркадан өткізіп, немесе ұсақтап турап дайындап алыңыздар. Міндетті түрде сары май тоңазытқыштан алынған болу керек. Жылы сары май жарамайды. Егер де жылысын қосатын болсаңыздар, сіздерде песочный тесто шықпайды, майыңыз еріп кетеді. Қатты, осындай қатты көлемде болу керек. 130 немесе 150 грамм аралығында саласыздар. Одан кем немесе артық салмаңыздар. Қолымыздың көмегімен ұнымызға майды шылап отырып, осылай үгітіп шығамыз. Майымыз еріп кетпесін. Тез осылай істейсіздер. Бізде осындай болып үгітіледі. Өте нәзік болып шығады қыздар. Тестосы өте керемет. Осы массаға бір жұмыртқаны қосып, тесто илейміз. Осындай бізде тесто шығады. Салафанға, мешокқа орап, холодильникке жарты сағатқа қойып қоясыздар. Кемі жарты сағат қыздар. Оған дейін мен сұйық массамды дайындап аламын. Осында 20% сметана дүкеннен алынған қарапайым 400 грамм мөлшерінде өлшеп салып алыңыздар. Жүз грамм мөлшерінде қант, 2 жұмыртқамызды қосамыз, және де 20 грамм кукурузный крахмал қосыңыздар. Кукурузный крахмал ортасындағы сұйық массаны біріктіріп тұру үшін қажет. Егер де сіздің қолыңызда болмаса, ұн қосуыңызға болады. Ол кезде ұнды 40 грамм мөлшерінде қосасыздар. 20 секунд қана әрі кетсе, көп араластырмайсыздар. Осылай массамыз біріккенше ғана араластырып, тестомызды 2 бөлікке бөліп, бірінші түбін, одан кейін жиегін істеп шықтым. Сұйық массамызды құямыз. Осылай пісіріп алсаңыздар да болады, болмаса мен сияқты замороженный, смородина немесе басқа да жеміс жидектеріңіз болса, бетіне қойып шығыңыздар. 170 градуста 45 минут піседі. Өте дәмді болып шығады қыздар. Дайындап көріңіздер. Ас болсын.